Құрметті студенттер, бұған дейінгі сабақта, видеоларда қолқаның бөлімдерін талдағанбыз. Бүгін қолқаның төмендеген бөлігі pars descendens аортаның кеуделі бөлімі pars thoracic аорта. Бұл туралы айтылады. Жалпы қолқаның кеуде бөлігі артқы көкірек аралықта орналасқан. Скелет терапиясына келетін болсақ, ол тікелей қолқа доғасының жалғасы. Және төртінші кеуде омыртқалары деңгейінде басталады. Сосын 10 және 12-ші кеуде омыртқаларының аралығында деңгейінде қолқа көкеттің хиатус аортикус арқылы іш қуысына өтіп кетеді. Осы аралықты кеуде үлесі деп атаймыз. Басында, алғашында басталар жерде қолқа ол омыртқа жотасынан сәл солға таман жатады, ал төмен жағы омыртқа жотасының алдына шығады екен. Синтапиясына келетін болсақ, қолқаның жоғарғы бөлімінде көкірек аралықтың алдынан сол жақ өкпе түбірі жанасады. Енді өкпе түбірінің құрамына қандай анатомиялық құрылымдар кіреді, біз бұған дейін атап өттік. Тағы да қайталап өтсек, сол жақ басты бронх, өкпе артериясы және өкпе веналары кіреді. Алдынан жанасады. Ал 8-9 кеуде омыртқалары деңгейінде қолқаның алдынан тікелей жанасатын ол өңеш, яғни оңнан солға қарай қолқаны алдыңғы жағынан кесіп өтеді. 8-9 кеуде омыртқалары деңгейінде өңеш жанасады. Ал төменгі жағында қолқа сәл оңға қарай, өңешпен салыстырғанда оң жағында жатады екен. Сол жағынан төменгі жағында вена гемиазигус, ал жоғары жақта вена гемиазигус аксессорис, немесе вена гемиазигус супериор жанасады. Оң жағына келетін болсақ, төменгі жағында оның вена азигус жанасады және дуктус торактикус. Дуктус торактикус кеуде өзегі, лимфатикалық өзегі осы жанасады. Және қолқаның сол жағында көкеттен өтер жерде қолқаның сол жағынан өңештің соңғы бөлімі осы жерде сол жағынан жанасады екен. Оң жағына келетін болсақ, қолқаның кеуде бөлігінің оң жағының жоғарғы жағында ол өңеш тікелей жанасады. Енді 8-9 кеуде омыртқалар деңгейінде өңеш тікелей жанасады деді. Сонда қолқа мен өңеш, қолқа мен перикардтың арасында жатады осы жерде. Перикардтың синтапиясында біз айтқан болатынбыз. Егер осы деңгейде 8-9 кеуде омыртқалары деңгейінде қолқаның аневризмасы болатын болса, ол өңешті басып тастайды. Яғни өңеш осы аневризма мен перикард арасында қысылып қалады. Сондықтан бұл жерде өңештің бұл жағдайда пассаждық қызметі бұзылуы болады. Енді егер осы деңгейде 8-9 кеуде омыртқалар деңгейінде өңештің обыры болатын болса, егер обыр екі түрлі өседі. Бұл бірінші эндофитті өседі және экзофитті өседі. Эндофитті өсу дегеніміз бұл қатерлі ісіктің өңештің қуысына қарап өсуі. Ал экзофитті ол сыртына өседі. Сыртына өсетін болса, бұл обыр үлкен болып өседі, ол жара болады және ол қолқаның осы бөлігін басып тастайды. Осы жерде некроз компрессия болады. Яғни бұл жағдайда қолқаның қабырғасының тұтастығы бұзылатын болса, бұл жағдайда ауқымды қан кетуге әкеледі. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы синтапиялық қатынасын бөлу керек. Бұдан басқа қолқаны бұл жерде симпатикалық сабаудың жоғарғы түйіндерінен шығатын нервтер арқылы қолқаны жалпы қолқалық өрім өн бойында қоршап тұрады. Жалпы топографиялық ерекшелігі осыны